Сіздермен 8-ші сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен 2-133 есепті талдайтын боламыз. Дайын болсақ, бастайық. Бірінші есеп y-тен бұл жерде берілген жазып алайық. Алдымен бізге нені табу керек? Осы функциялардың графиктері мен OX өзінің қиылысу нүктелерін анықтаңдар дейді. Мысалы, бұны қалай шығарамыз? Мына жерде көрсетілген, анықталу облысын алдымен анықтап аламыз. Сосын барып, OX өзіндегі нүктелердің ординатасы 0-ге тең болады. Сондықтан ордината деп тұрғаны ол Y. Y ордината. Яғни осы бізде 0-ге тең болу керек. Яғни 0-ге тең болған кезде OX өзімен қиылысады. Ал енді, сондықтан функция графигі мен OX-тің қиылысу нүктесінде Y тең 0 болу керек деп тұр. Сонда біз мынаны 2x минус 5 бөлінген x плюс 3. Бұл тең болу керек екен 0-ге. Яғни OX өзімен қиылысудың қалай пайда болатынын білу үшін біз Y-ті 0-ге теңестіреміз, сол кезде x-тің мәндерін тауып алады екенбіз. Алдымен анықталу облысын табуымыз керек. Анықталу облысы бұл жерде, яғни функция деген тақырыпта бізде білеміз, анықталу облысы болады. Яғни x-тің орнына қандай сандарды қоюға болады деген сұрақ. Соны біз анықталу облысы деп атаймыз. Ал мәндер облысы ол y-ның орнына қандай мәндер шыға алады. Сонда бізде бөлшек келгендіктен міндетті түрде мына бөлшектің бөлімі бізде көп мүше болатын болса, осы көп мүшені 0-ге тең емес деп аламыз. Себебі бізге бөлшектің бөлімі 0 болмау керек қой. Бөлшектің бөлімін 0-ге айналдырып жіберетін сан ол x тең минус 3 деген сан. Яғни біз мысалы графикті сызатын кезде x-ке мән беріп, y-дің мәндері шығатын еді, біз алдымен кесте сызып алатын едік. Сол кезде x-ке именно минус 3-ті беруге болмайды екен. Сонда dy, яғни анықталу облысы деген сөз, жаңа айтқандай, x-ке тек минус 3-тен басқа барлық сандарды қоя береді екенбіз. Сол кезде y-дің мәні шығады екен. Минус 6-тен бастап минус 3-ке дейінгі сандар. Жай жақша ол осы минус 3-ті алуға болмайды деген сөз. Осыған дейін ғана. Және минус 3-тен арқарай плюс 6-ке шейінгі кез келген санды қойсақ, плюс 6-ке дейінгі кез келген санды қойсақ, онда біздің функцияның мәндері шығады екен. Енді алымын 0-ге теңестірейік. Тең 0. Сонда 2x тең 5. X тең 5-те 2-ге бөлеміз, 2,5. Сонда жауабы мына функцияның графигі OX өзін 2,5-да 0 деген нүктеде қияды екен. Енді екінші есеп. Ручкам кешігіп жатқандықтан видеоны өшіріп қайтадан бастауға тура келді. Жазып алдық. Бұл тең 0 дейміз. Алдымен анықталу облысын мұнда жазайық. Анықталу облысы бізде не болады екен?
ол үшін бөлшектің бөліміне қараймыз, бөлігіндегі көп мүшені нөлге тең емес деп аламыз. Жаңа айтқандай, алым кесебімізде айтқандай, 9 болып қалатын болса, мысалы 9-ды мына жерге қоямыз, 5, мына жерге 9-ды 27-ден 12-ні азайттық, 15-ті азайттық 12, 12-ні 5-ке көбейте аламыз, 60, 60-ты бірақ 9-дан 9 азайсақ 0, 60-ты мысалы 0-ге бөле аламыз ғой. Сондықтан міне біз кез келген санды қоя алады екенбіз, меншіксіздіктен бастап 9-ға дейін. Кез келген сан 1-ді қоя алады екенбіз. Неге 1-ді, 2-ні, 3-ті, 4-ті, 5-ті қоя аламыз. Әйтеуір бір жауап шығады. Бөлшек болсын, қандай болсын, әйтеуір бір сан шығады. Ал мына именно 9-ды қойған кезде сан шықпайды екен. Сондықтан бұл анықтау облысына кірмейді 9 деген сан. Енді алымын 0-ге теңестіреміз. Бұл көбейткіштерді жеке-жеке 0-ге теңестіріп алады екенбіз. X минус 4-ті 0-ге теңестіреміз. X тең 4 болады екен. Және 3x минус 15-ті де 0-ге теңестіреміз. Сонда 3x тең 15. Ал x тең 15-ті 3-ке бөлеміз. Өйткені мына аралар көбейді ғой. Сонда бізде 15-ті 3-ке бөлген кезде 5 болды. Сонда жауабы 4-ті қойған кезде, міне 4 минус 4, 0. 0-ді уже болды қандай да бір санға көбейтіп бөлсең де бәрі сол 0 болып шығады. Сонда міне OX өсімен қиылысу үшін Y 0 болып шығады еді, яғни мына жақ 0 болады. Сонда міне жауабы екі жауап бар екен, біз екі нүктеде OX өсін қиып өтеді екен. 4-те 0 деген нүктеде және 5-те 0 деген нүктеде қиып өтеді екен. Осы екі нүктеде OX өсін қиып өтеді. Енді келесі. Үшінші есепті уже шығарып қойған, мұнда тұр. Бұл жерде тек қана бір ғана нүктеде қияды екен. Себебі алымын 0-ге теңестіргенде x-тен 1 және x-тен 2 және 3 деген түрлер шықты, бірақ 2-ні алуға болмайды ғой бізде, өйткені анықтау облысына кірмейді бұл. Сондықтан міне тек қана 3 пен 0 дегенді алған. Сондықтан біз енді 3 шығарып қойғандықтан 4-ші есеп шығарамыз. Белгілері мынау тұр. Мен қайта-қайта белгілерін көшірмей қойып, бұдан тең 0 деп жазып қойып отырмын. Анықтау облысын жерге жазып қойын. Бізде анықтау облысы бөлшектің бөлімі 0-ге тең болмау керек. Сонда бөлшектің бөлімі тең емес 3-ке. 3 деген саннан басқа сандардың барлығын x орнына қоя алады екенбіз. Ал енді алымын 0-ге теңестіруіміз керек. Алымын 0-ге тең деп жазып алайын бірінші. Енді мына қарасақ, үшеуіне де тиесілі бізде x бар екен, x соны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде x квадрат қалады. Өйткені мына x куб деген x-тен 3 рет көбейтілу ғой. Көбейтілу дегенді білдіреді ғой. Ал енді біреуісі сыртқа шығып кетті, x-тен 2 рет қана көбейтілу қалды. Азайтылған 7x қосылған 12. 12-ның алдындағы да x мынақа шығып кетті. 12x-ның алдындағы. Сонда 12 қалады. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіремін. Мына көбейткішті 0-ге, мына екінші көбейткішті 0-ге теңестіремін. Бірінші көбейткішті 0-ге теңестірдім, x 0. Екінші көбейткішті 0-ге теңестіремін енді. Бұны бет теоремасымен шешсек болады. Мысалы, x1
және x екінші түбірлердің қосындысы мына b саны деп тұрған x, яғни x-ның алдында тұрған сан, яғни әріптің бір дәрежесі тұр ғой, бірақ дәреже бар мына жерде. Сол бір дәрежелі әріптің алдында тұрған коэффициентті айтамыз. Сол коэффициентке қарама-қарсы санды жазамыз. Минус болса плюс. Енді x1 мен x2-ні көбейтетін болсақ, ол с санына тең, яғни бос мүшеге тең. Бос мүше деген сөз ешқандай әріп көбейтіліп тұрған жоқ санды айтамыз. Мынау мысалы қандай таңбамен тұр, сол таңбамен көшіреміз. Мысалы плюс 12. Яғни плюс 12 деп жазбаймын ғой енді. Плюс и так жасырын тұр. Енді ойланамыз, қандай санды бір-біріне көбейткенде 12 шығады. Жауабы өзі 4 пен 3, 6 мен 2 дегенде бар, бірақ қосындысы 7 болмайды ғой. Именно 4 пен 3-тікі көбейтіндісі 12, ал қосындысы мына 7 болады. Сондықтан осыны алып отырмыз. Мына үшінші түбір болады. Сонда жауабы OX сөзін 0-де 0, мынау x болып есептеледі. Мынау y нүктенің өзі координатасы болады. Мынау x, бірінші тұратын x, екінші y тұрады. Бізде барлық OX сөзінің қиылысу нүктесінде барлық y координаталар 0 болады. Ал x координаталарын біз мына теңдеу арқылы шешіп жатырмыз. Және 4-те 0, 3-те 0 деген нүктелерде олар OX сөзімен қиылысады екен. Яғни мына график OX сөзімен осы нүктелерде қиылысады. Кешірім сұраймын. Мына 3-те 0-ді аламаймыз. Өйткені анықталу облысында бізде x тең 3 емес, 3-ке тең болмау керек деп айтқан едік қой. Сондықтан мұнан алуға болмайды. Мен мына жерде ұмытып кетіппін ғой, анықталу облысына қарамай. Мұнан алуға болмайды. Тек қана екі ақ нүктеде қиылысады. Енді келесі. Басылмақты болды. Енді келесі есебіміз 134-ші есеп. 2-де 134. Мұна бірінші есеп және екінші есеп шығарамыз. Функциялардың графиктерінің қиылысу нүктелерін табыңдар дейді. Бірінші есеп. Функциялар қиылысты деген сөз екеуінің, мысалы, x координатасы да, y координатасы да олар бір нүктеде қиылысады, немесе бірнеше нүктеде қиылысуы мүмкін. Соның x-і де екі графикке де тиесілі болу керек. Мысалы, мына жерге бір x-ті қоям, бір мән шығады, y мән шығады. Дәл сол x-ті апарып мына жерге қоям, ол жерде де тура сол сан шығады. Сондай санды табуымыз керекпіз. Ол үшін біз мына y деп тұр ғой, мынада да y, мынада да y. Демек, мына жақта y неге тең болып тұр? Мына мәнге, а мына жақтағы y мына мәнге тең болып тұр. Демек, екеуін теңестірем. Сонда менде бірінші теңдеу алып аламын. Ол жерден x-ті тауып аламын. Алдымен x тауып аламын. Болды, x тапсам болды. Любой екі графиктің біреуіне қойып, y мәнін табамын. Сонда бізде мына жерде пропорцияны білеміз, біз балдар. Мына жерде астына бір барды ойлаймыз. Сонда мынамен мынау көбейтіледі, 34 пен 1 көбейтіледі. 2x плюс 3-ке көбейтіледі. X минус 5. Бұл тең болады екен 34-ті 1-ге көбейткенге. Пропорцияның шеткі мүшелерін көбейтіндісі ортаңғы мүшелерін көбейтіндісіне тең деген. Және де мына жерде бір ескерту жазып қояйық. Бөлшектің бөлімінде x минус 5 деген тұр ғой, осы бөлшектің бөлімі болғандықтан бізде осы мәніміз 0-ге тең болмау керек, себебі
бұл бөлшек санының бөлімін нөлге айналдырып жібереді. Мына 5 деген сан. Мына жерге 5-ті қойсақ, 34-ті бөлеміз 5 азайтқан 5. Болмай қалады ма? Яғни санды 34-ті нөлге бөле алмаймыз. Сол себепті 5-ті x дейміз, болу керек 5-ке дейміз. Егер мына жерден қазір біз теңдеп шешкен кезде 5 деген түбір шықса, онда ол түбірді ала алмаймыз деген сөз. Ал енді жеке-жеке ашып шығамыз. Бұл жерде алдыңғы жоғарыдағы мына теңдеу сияқты біз жаңа мына жерде мынаны жеке нөлге, мынаны жеке нөлге теңестірдік қой. Бұл жерде олай жасай алмаймыз. Себебі теңнен кейін бізде 34 нөл болып тұрған жоқ. Сонда 2x-ті мына x-ке көбейтсем 2x квадрат, 2x-ті минус 5-ке көбейтсем минус 10x, плюс 3-ті x-ке көбейтсем плюс 3x, және плюс 3-ті минус 5-ке көбейтсем минус 15. Азайтылған мына 34-ті бергілікті өткізіп алайын. Тең 0. Сонда 2x квадрат минус 7x болады. 10-нан 3-ті азайтамыз. И 10 деген сан үлкен сан, сондықтан оны табасын қоямыз. Мына жерде минус пен минус оларды қос деп тұр. Сонда бұлар 49. Үлкен сан ол 34, 34-дің алдынан минус тұр, сондықтан минус 49 болады. Енді бізге бұл квадрат теңдеу шықты, бізде толық квадрат теңдеу. Сондықтан бұны дискриминантпен есептейік. Бұның бөліп тұрған сан минус 7, оның квадраты бізде 49. Барлығы қайта-қайта жаза бермей қойын деді. Азайту мен мына жерде формуладағы азайту мынау, мынасы қазір мына санға көбейтуіміз керек қой 4-ті. 4 асы деген формула бар, сондықтан плюс болып кетеді. 4-ті көбейтемін 49-ға. И оны 2-ке көбейтем. 4 асы деген формулаға салып отырмыз. Сонда 49 қосылған 4 пен 2-ні көбейтсек 8-ге, 8-ге көбейтсек 2, 7 ойда. 8-ге 4 көбейттік 32, 32-ге 7-ні қостық, 7 ойда ғой екен. 39, я? Сонда бізде неше шығады? 1, 4-ті қостым. 3 ойдағы мен 4. 14, я? 441 шықты. Ол бізде 21-дің квадраты. Сонда x1 мәніміз бізде тең болады екен. Минус деп тұр. Бұл жерде минус пен минус мына жердегі жойып кетеді, 7 болады. 7 қосылған түбір астында d, яғни 441 түбірінің астынан шыққан кезде 21 болады. 2 көбейтілген a дейді. A деп тұрған сан бізде 2. Сонда 28 4-ке бөліп 7 шықты. Ал енді екінші санымыз 7-ден азайтамыз. Тура осы, бірақ 7 мен 21-дің арасы бұл жерде уже азайту болады. Минус 14, я? Минус 14-ті 4-ке бөл дейді. Оны біз қысқартамыз. Екеуінде 2-ге қысқартсақ 2-ден 7 шығады екен. Енді біз x-терді тауып алдық. Енді мұнда мен y-ті табудың жолын, y-ті табуымыз керек енді. Басқа түспен жазайын, шатасып кетпеу үшін. Қазір қызыл түспен жазайық. Енді y-ті табу үшін мына графикке немесе мына графикке, графиктің x-ның орнына сол сандарды қоям, жеке-жеке. 7-ні 1 қоям, және минус 2-ден 7-ні қоям. Мысалы, мынаған қояйын. Мысалы, маған осы ұнап тұр. Сіздер де өздеріңізге қалаған ұнағанына қоясыздар. y1 дейміз. Өйткені біз 2 мән шықты ғой. y1 тең 2 көбейтілген. x1 нешеге тең болды? 7-ге. Демек 2-ні 7-ге көбейтсем, қосамын 3-ті. 14, 17. Енді y2-ні табайын.
2-ні көбейтемін минус 2-ден 7-ге. Оған қосамын 3-ті. 2 мен 2 қысқарады, минус 7, минус 7-ге 3-ті қоссам, минус 4. Сонда міне жауабы бізде x1 мен y1 мәндерін аламыз. Міне x1 ол 7. Алдымен всегда x координатасы жазылады. Одан кейін 7-де 17. Мына жаңағы 7-ні мынерге апарып қойсақ та тура сол сан шығады. 34-ті бөлеміз. 7 азайтылған 5 ол 2, 34 2 бөліп 17 бұны. Қайсынан қойып шығарсаңыз да бәрібір тура сол y-дің мәні 1 болып шығады. Екінші түбір, екінші санымыз минус 2-ден 7 болған кезде x-іміз, y-іміз минус 4 шықты. 2 минус 4 деп жазам. Осымен бірінші есеп аяқталды. Енді екінші есеп шығарамыз. X квадрат. Енді ручкам қайта кешігіп жатқандықтан видеоны қайта жазуға тура келіп жатыр. Бұл жерде де дәл бірінші есеп сияқты y тең дегеннен кейінгі мәндерді теңестіріп аламыз. Енді бұл бөлшек рационал теңдеу болғандықтан, мына жерде бөлшек рационал теңдеу болып тұр ғой, бұл жердегі бөлшектің бөлімі 0-ге тең емес деп алуды ұмытпауымыз керек. Минус 3-ке тең емес болу керек. Енді мына есеп тура бағанағы есеп сияқты, пропорция сияқты қылып қасиетін қолданып көбейтеміз. Мынаған көбейтеміз. Сонда 2x минус 35-ті көбейтуім керек x плюс 3-ке. Бұл тең 1-ді мына x квадрат минус 1-ге минус 5-ке бөлсем. X квадрат минус 5-тен шығады. Енді жақшаны ашамыз. 2x квадрат. 2x x-ге бөлсем. 2x плюс 3-ке бөлсем плюс 6x. Минус 35 x-ге бөлсем минус 35x. Минус 35-ті минус 3-ке бөлсем 105. Так, енді мына x квадратты мына бетке өткізем. X квадрат минус x квадрат деп минус 5 ол плюс 5 болып өтеді. Қарама-қарсы таңбамен өту керек. Теңдікті оң жағынан сол жаққа, немесе сол жақтан оң жаққа өтіп жатқан кезде мына жақта тең 0 дейміз. Енді ұқсас мүшелердің астынса x квадрат пен мына x квадрат ұқсас азайтып тұр. 2x квадрат пен x квадрат деген бар. Сол x квадрат қалады. 6x пен минус 35x және плюс 5x ұқсас. Сонда бұлар минус 11, 35-11-ді азайттық, 24. Минус 24x. Себебі не үшін минус? Себебі 34-дің алды, яғни үлкен санның алды минус. Азайттыған 105. Тең 0. Енді бұл есепті дискриминантта шығарсақ. 24-дің квадраты азайтылған 4 көбейтілген. Мына қосуға салайын бірден 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 105 еді. Сондықтан формуладағы минуспен плюс 105 болып кетеді. Сонда бізде 24-дің квадраты қаншаны береді? Біз 24 көбейтілген 24. 16, 96, я? 8, 48. 6, 7, 576 береді. 576 қосылған 105-ті 4-те көбейтсек 20, 420. Енді екеуін қоссақ 6, мұнда 9, яқты 996 болып қалды бізде. 996, бізде 996 ненің квадраты? Калькулятор алып көрейік. Кажется, бұл ештеңенің квадраты емес сияқты, бірақ калькулятормен бәрін тексеріп көрейік. 996.
тоғыздың астынан шықпайды екен, 31 бүтін шығып кетті. 31 бізде, мысалы 31-дің квадраты 961 болатын еді. Бұл жерде біз бәрін дұрыс жасадық, бір қайтадан көріп шығайық. Бізде сонда қазір бүтін сан емес, бүтін сан шықпайын деп тұр. Барлығын дұрыс жасап тұрмыз. Плюс 5х деп көшірдік. 6х болды. Минус 35х. Минус мына жаққа дұрыс. 105 дедік, минус 105. Барлығы дұрыс болып тұр. 996 енді амал жоқ. 996 бұл бізде 16-ға бөлінеді ме? Бөлінбейтін 996 біз неге бөлінеді? 4-ке бөлінеді ме? 4-ке бөлінсе 249 деді. Онда амал жоқ, енді бүтін сан күйінде емес. Бүтін сан төртінші шықпайды екен. 996 деген, мысалы 4 көбейтілген 269 деген сан екен. Мына 4 мысалы 9-дан шығып 2 болып шығады. Мына жақта 269. Мына жақта 2 көбейтілген 1, ол 2-ні береді. Сонда барлық 24-ті 2-ке бөлейік, 12 болсын. Мына 2-ні 2-ке бөлсек. Сонда түбірдің алдында 269 түбірдің астына қалады. Ол 249 деген ойындар 49. 249. Мына 249. Енді 249-ымыз бізде неге бөлінмек? 249 осы күйінде тұра берсінші. Енді x2 мәні дәл осы тура 12 азайтылған турасында 249 шығады екен. Енді бізге y1, y2 мәндерін табу керек. Мына жерге қойсам, көріп тұрсыздар, есептеу көбірек болады, сондықтан мына жерге апарып қоямын. Бұл жерде x-тен біреу ақ бар, сондықтан осы жерге апарып қойған ыңғайлы. Жақшаның ішінде 12 қосылған турасында 249. Азайтылған 35. Жақшаны ашатын болсақ, 24-тен 35-ті азайтсақ, минус 11. Енді мына 2-ні мына жақшаның ішіндегі келесі қосылғышына бөлсек 2 бүтін 249 болады. Ал енді y2 мән, екінші мән. 2-ні көбейтеміз 12 минус турасында 249. Азайтылған 35. 24-тен тақта 35-ті азайтсақ минус 11. 2-ні мына минуске, яғни азайғышқа көбейтсек, екінші азайғышқа 2 бүтін 249 болады. Осымен жауаптарымыз шықты. Соны x1 мен жауапқа x1 мынамен мынаны жазамыз. Мынамен x2 мен y2 мәнін жазамыз. Осымен құрметті оқушылар, біздің екі есебіміз талданды. Келесі видеода басқа есептерді талдайтын боламыз. Келесі есептерді осы тақырыптың видеосы сіздерге түсінікті болса, есеп ұнаған болса, есеп түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта осы каналда 5 және 8 сыныптың тақырыптары
математика бойынша есептер шығарылатын болады. Келесі видеоларда кездескенше қош сау болыңыздар.